Қасым хан Жәнібек ханның 3-ші ұлы 1445 жылы дүниеге келген. 1475 жылы Қасым сұлтанды әскердің қолбасшысы етіп тағайындалды. 30 жыл бойы шайбанилермен соғысып жатты. Сол кездерде 1473-74, 1511 жылға дейін Керейдің баласы бұрындық хан болып тұрды. Ол бірнеше рет соғысып сыр қалаларынан айырылып қалды да беделі түсіп көшіп кеткен еді Самарқандқа, қарындас үйіне. Осыдан бастап 1511 жылы Қасым ханды хан етіп сайлады. Мұхаммед Хайдар Дулати өзінің тарихи Рашиди еңбегінде былай дейді: Дешті Қыпшақта билік жүргізген Қасым хан халық санын 1 миллионға жеткізді және әскер басын 300 мың болды. Және де Жошыдан кейін Қасымдай хан болмады деп жазған. Атақты Бабырнама өзінің еңбегінде былай дейді: Бірде-бір хан Қасым хан сияқты халықты бағындыра алмады. Оның атты әскері 300 мыңға жуық болды деп жазған еді. Қыдырғали Жалайри былай дейді: Жәнібектің ұлдарының мықтысы Қасым, ол туралы аңыздармен ұлыстарда ұзақ уақыт билік етті деп жазды. Мауреннахрды билеп отырған Шайбани Қазақстан хандығына бірнеше жойқын шабуыл жасайды. 1505, 1507, 1508, 1510 жылдары шабуыл жасайды. Осы кезде Ұлытаудың бойында Қасым сұлтан өзінің әскерімен оны талқандап қуады. Сол кезде Сығанақ, Сауран, Түркістан, Сайрам қалаларын, сыр бойында қалаларын қазақ хандығына қаратады да Самарқандқа Шайбаниді қуып тыққан еді. 1514 жылы Шайбани енді Моғолстанға шабуыл жасады. Моғолстанның ханы Саид көмек сұрап еді. Қасым оған қыстаққа көшемдеп көмек бермеді. Сол себептен шығыс Түркістан Моғолстан ханы Саид со жақта көшіп кеткен кезде Қасым хан Кіретте Жетісу жерін өзіне қаратып алды. Қасым сұлтан халықтың санын 1 миллионға жеткізген еді. Оның шекарасы сонау Балқаштан бастап Жайық өзеніне дейін болды. Оның 4 астанасы болды. Бірінші астанасы Сығанақ болса, екіншісі Сыр қаласы, үшіншісі Түркістан болса, ақырғы астанасы Сарайшық болып саналған еді. Со жерде дүние салды. Қасым хан халықты өз билігінде дұрыс ұстау үшін Қасым ханның қасқа жолы заң жинағын шығарды. Ол 5 бөлімнен тұрды. Бірінші бөлімі мүлік заңы, екінші бөлімі қылмыстық заңдар, үшіншісі әскери заңдар, төртіншісі елшілік заңдары және бесіншісі жұртшылық заңдары. Бұл заңдар туралы қазақтың атақты археологы Әлкей Марғұлан былай деді: Бұл жарғы елдің шиеленіскен жағдайынан туды. Оған әдет ғұрыптарды қосып отырып, ақылды адамдар мен билермен бірігіп құрды деп жазған еді.